Мақпастау. Күте тұрсай, мен веб камера қосқан жоқпын, Сәлем достар. Хей, бүкіліне сәлем. Достар, Сәлем достар, Мақпастау. Сендермен бірге Нұрислам достар. Бүгінгі серияда біз тоже реакция түсіретін боламыз. Қасымда сен? Қасымда. Тоже. Осы видеода тоже реакция кетті. Видеоның дауысы қатты шықты. Шрек мультфильмінің сіздер көрмеген ең алғашқы қорқынышты біртүрлі версиясы. Оның әйелі Фионаның қаншерлік ашы шындығы, кішкентай балалардың психикасын құртатын өте біртүрлі Шрек туралы анимациялар. Ну погоди мультфильмінің өте қорқынышты сериясы. Том и Джерриде көрсетілген тозақ және осы тозақта Томның қиналуы, тағы да басқа Том и Джерридің ашы шындығы. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Азакен ғой арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерді қатты таң қалдыратын өте қызықты мен көрсеткен осы мультфильмдердің барлығының ащы шындықтары мен қорқынышты серияларын көрсететін боламын. Сондықтан да видеоны термей соңына дейін көріңіздер, себебі видео өте қызықты болады. Қолдау ретінде тез менің арнамда 20 мың тіркелушіге жеткізіп тастайық. Мен сіздердің өте адал әрі ақылды жандар екендеріңізге сенемін. Сондықтан да осы видеоға лайк басып, подписаться деген қызыл кнопканы басып, жаннан шыққан қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Осылардың барлығын істесеңіз, алғысым шексіз, сіз өте адал жан екенсіз. Керемет комментариялар видеоның соңында. Ал біз ең алдымен кішкентай балалардың барлығын қорқытқан Ну погодидің 17-18 серияларын айта кетейін. Жаңа жыл еді. Сериалдың басында біз қартайған қасқыр мен қоянның сахна алдында тұрғанын көреміз. Олар көрермендерге Мен енді жол реакция тұрытмам. Реакция. Давай ма? би билеп беріп, олардың көңіл күйін көтеруде. Кенеттен сиқыршы оларды жасартып жібереді. Сол кезде одан да мықтырақ, күштірек олар билей бастайды. Билеп жатып, қасқыр қоянды сыртқа қарай алып шығады. Қасқыр өз айласын асырайын деп жатқан кезде сағат 12 болады. Дәл сол сәтте қоян осындай бір өте қорқынышты түрге айналады. Қолдары көгеріп, денелі Ойнап айтам, подписчиктерге емес. Осыны реакция көргенде, мені реакциям сені дәл саған, мен саған fuck you көрсетем, fuck you. Бірінен тесік шығып, тырнақтары өсіп, өте қорқынышты вампир болады. Погоди мультфильмін көбінесе 6-7 жасар балалар көрген, ал 6-7 жасар балалар бұндай тенаны көрсе өте қатты қорқады. Дауысын естіңіз достар. Дауысын естейміз ка. Sıra dауысын естейміз ка. Bunda ana görgönüm tıkta geçindi. Gördün mü ya? Hey. Manyamuk. Сосын қасқырдың түсінен қорқып оянып кеткенін көреміз, бірақ Ой, меш. Бұнда да қоянның қорқынышты кейпі өшіп кетпей қорқытып тұрады. Енді бұл серияның қандай мақсатта не үшін шығарылғанын, бұл серияның ащы шындығы туралы теорияны мен сіздерге түсіндіріп кетейін. Негізінде Ну погоди сериясында қоянды жеу керек, яғни жауыздық рөлді атқаратын ол қоян емес қасқыр. Енді менде өте сіздердің барлықтарыңызды таңғалдыратын бір теория бар. Ну погоди сериясында қасқыр қоянды жемекті істей де алмаған. Қоян қасқырдың қолында болса да, қасқыр оны
ұстап тұрса да мүлдем жемеген. Бірақ негізгі оның мақсаты қоянды жеу. Мүмкін осы қоянның ішінде қасқырды қорқытатын, жегізбейтін бір шайтан бар шығар. Мүмкін бүкіл серия бойы осы нәрсені жасырып, қоянды мүлдем қауіпсіз етіп көрсетіп, осы 17-ші серияда қоянның маскасын шешіп, оның негізгі шайтани жасырын бет-әлпетін көрсеткісі келген шығар. Не болса да бұл жасырын жай ғана теория болып қала береді. Ютубта қазір осындай балалардың психикасын құртатын анимациялар да көбейіп кетті. Оның бірі Шрек туралы анимация. Бұл анимацияда Шректің өз-өзін бір түрлі ұстауы, тентек сияқты көрсетуі, балаларға көруге болмайтын өте жиіркенішті нәрселер. Сонымен қатар логикалық түрде ойланатын болсақ, баланың психикасын құртатын да кадрлар өте көп. Есек Шректің басын жеп қояды, сосын мына нәрсе орын алады. Айналып кеткендей. Бұл жай ғана фан анимациялар, ал мен сіздерге қазір Шректің шынайы шығарылған ескі өте бұрынғы бірінші версиясын көрсетемін. Шректің ең алғашқы түрі басында осындай болған. Өте қорқынышты әрі біртүрлі ұсқынсыз. Бұл Шрек туралы интернетте анимациялар, кадрлар өте аз, себебі оның барлығын әлемде удалить етіп тастаған. Ал мен сіздер үшін сонда да таптым. Al dostlar. Ютубта Шректің әйелі Фиона туралы қысқа метражды фильм бар. Бұл фильмде әскерлер Фионаны қарғысатқан сарайдан және үлкен айдаһармен қамаудан шығарып құтқаруға келеді. Бірақ Фиона тура жаңағы Нупагадидегі қоян сияқты шайтанға айналып кетіп, барлығын жеп тастайды. Кезек Томи Джерриге де келіп жетті. Кішкентай кезімізде біз Томи Джерридің бұл сериясын жай ғана мультфильм деп қарағанмен оның мағынасы өте терең екен. Бұл серия Томның өліп қалатын серияларының бірі еді. Яғни Томның өліп қалатын жалғыз сериясы деп айтсам да қателеспін. Егер сіз де бұдан да басқа Томның өліп қалған кездегі сериясын білетін болсаңыз, онда комментарийге жаза кетіңіз. Сериалдың басы өте біртүрлі әрі тез басталып кетеді. Джерри болса шауып жүр, ал Том тым болмағанда ұйықтап жатыр. Одан кейін ол өзінің ұйқысынан оянып, қолындағы ұзын қылышымен Джерридің қолын кесіп тастамақшы болады. Бұл нәрсе барлығында таң қалдырды. Себебі одан ары қарай мынандай оқиғаның орын алатынын ешкім білген жоқ. Яғни біз осы кезде шынымен де Томның шынайы өлгенін көреміз. Томның ашуы шыққаны соншалық Джерриді ұстау үшін барлық нәрсені істейді және тепшек үстіндегі кілемді алып жатқан кезде оны өзіне қарай қатты тез тарта береді. Сол сәтте өте үлкен әрі ауыр шкаф тепшекпен сырғанап түсіп, Томды мыжып жібереді. Өте біртүрлі әрі қайғылы музыкамен Томның ішіндегі әруағы Томның ішінен шығып жоғарға қарай, яғни о дүниеге кетіп қалады. Сосын ол алтын экскаваторда, яғни алтын тепшекте жоғарыға көтеріліп осындай бір жерге келеді. Кішкентай кезінде мен бұл сценаны көрген кезде көп нәрсе түсінбеген едім. Ал енді қазір осыны қайталап көрген соң өте үлкен нәрсені түсіндім. Жәннатқа қабылдайтын жерде жәннатқа қабылданып кетіп жатқан мышықтардың барлығы өздерінің егелерінен қорлықтарды көрген. Кейбіреулері өте момын әрі жақсы болған, ал кейбіреулері болса дұрыс өмір сүре алмаған, яғни өмірдің қорлықтарын көрген. Тіпті бізге суға батып кеткен 3 кішкентай мышықты да көрсетеді. Өте қайғылы.
Тек Том ғана ешқандай да бір жақсылық жасамаған, өзінің өмірінің барлығын Джерриді ұстаумен оған деген қиянаттарымен өткізген екен. Енді Томға жәннатқа кіруге соңғы мүмкіндік бар. Егер ол сол соңғы мүмкіндікті ала алмай қалса, онда тозақта мына шайтан иттің сатананың қолында қиналып азапталатын болады. Том бұл нәрсені көргеннен кейін қатты қорқып кетеді. Иә, тіпті кішкентай кезімізде бізде де қатты қорқыныш болды. Енді Томның соңғы мүмкіндігі қолындағы кішкентай бір параққа Джерриден кешірім сұрап қол қойдырып қайту. Белгілі бір уақыт ішінде ол осы нәрсені істеп үлгермесе, онда тозаққа аттанады. Сондықтан да Том Джерриге қол қою туралы өтінішке жалынып сұрай береді. Бұл серия барлығының да көңіліне қатты тиді, себебі байқұс Том мұшық бұндай нәрсеге лайықты емес еді. Тіпті Джерридің өзі, тышқанның өзі оны аяп кетіп қол қоймақшы болады. Бірақ Том жәннатқа қабылдайтын жерге өзінің қолхатын жеткізуге кешігіп қалады. Соның әсерінен бізге Томның қалайша тозаққа түсіп кетіп, сол жақтағы ит шайтанның азабымен қиналып жатқанын көрсетеді. Ендігі туындайтын сұрақ, не үшін тозақта Томды қинайтын басқа жануарлар емес? Неге Спайк, яғни ит болды? Себебі Том осы иттен өте қатты қорқатын еді. Ал мынау алдыңғы видеодағы топ керемет комментариялар, егер де сіздің де келесі видеоға түскіңіз келсе, онда осы видеоның астынан өзіңіздің керемет комментарияңызды қалдырып кетіңіз. Видео ұнаған болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Сонымен қатар видеоны да достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Ал сіздермен бірге болған Азекен ғой арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман жүріңіздер. Сосын қандай видео?